Сәлам алейкум, сабалар хайыр. Теніміз сағлығымыздың күзгісі деген айтымны әлбетте ішіткендірсіңіз. Ләкин тырнақларымыз да бізге вүжудымыздың дұрымыны акс ете біле. Бүгінгі рубрикамызда тырнақларымыз жидді хасталықларының көстергічі ақында лаф етечекміз. Тырнақдақы базы бірденішмелер сізге әкімге барып, тедәвиленмек керек олғаны ақында айтмақталар. Тырнақ қырылмасы, оның үстінде хүжір бір лекелерінің пейда олуы ади бір шикаеттір. Ләкин бұл дөнішмелер бір хасталық олғаны ақында айта. Тибиетте есе шу меселелеріні огренген анихолог екімі бардыр. Ләкин тәжірибелі терапевте тырнағымыздың дұрымына мұтлық тиқатлы олыр. Врач уже смотря по форме ногтя, по его структуре, по его изменению цвета, он уже может определить определенное поставить какой-то диагноз или какое-то заболевание. Основные заболевания ногтей это может быть паранихи, какие-то грибковые заболевания, воспаление ногтей, всякие заболевания, например, сахарный диабет, псориаз, может быть железодефицитная анемия. Қадими Қытай екімлері де инсан тырнағының дұрымы оның сағлығы ақында дерлікнен әршейіні айта білгенінде әмін олғанлар. Тырнақларымыз бұтын вүжудымыздың энергетик алақаларының бағлы екен. Бойлілікнен тырнақ денішмелеріне емиет беріп, вүжудымыздaki бозылуларны тапа білеміз. Оларның фігіріне көре баш пармақ миеміздің эндокрин виюрек тертібатының бағлы. Ишарет пармағымыз ақжигер или орта пармақ иммунитет, инже ичек ве бұтын ичеклерінен бағлы екен. Атсыз пармақ ісе опкеміздің, күчік пармағымыз да юрек иле бағлыдыр. Өз тырнақларыңызда база бірденішмелеріні көрсеңіз, мұтлақ екімге барып, бақынмақ керексіңіз. Өзіңізге диққатлы олыңыз, көрішкенше.